бастамас бұрын бірінші бір-біріміздің көңіл-күйімізді, сабаққа деген ынтамызды қалыптастырып алу үшін шартты шеңберін құрып, ыстық лебізімізді бір-бірімізге тілейміз. Шақ ойындар. Рахмет барлықтарыңа. Қазір сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына жерде берілген себеттегі алмадан бір-бір алма аласыңдар. Сол бойынша топқа бөлініп отырасыңдар. Келіп алыңдар. Енді осы тақырыпқа байланысты сендерге қазір мына айтайын дегенім, алманы таңдаған кезде сендер ең ішіндегі жақсысын, әдемі алманы таңдап кеттіңдер. Мына жерде бұзылған шетінен алмалар таңдалмай қалды. Неліктен деп ойлайсыңдар? Өйткені біздің бүгінгі тақырыбымыздың сабағымыздың тақырыбы мамандыққа байланысты болғандықтан, әрбір маманның иесі болу үшін сол маманға шебері болулары керек. Бұның тақырыбы мамандық таңдау маңызды іс деп аталады. Осы тақырыптың оқу мақсаты сегізгі, перефраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпараттарды табу. Одан кейін оның арманы, одан кейін оның болашаққа деген ұмтылуы, дамуы деген сияқты. Еңбегі, екіншіден ол адамның табыс көзі, үшіншіден мамандық қоғамға пайда әкеледі. Дәрігерлер, мамандыққа қалай түсінесіздер? Мамандық ол кәсіп, сүйікті іс, тіршілік көзі, болашақ және көзі. Бұл профессия латыннан шыққан, профессия анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай тақырыбын анықтап алдық. Енді үй жұмысын, өткен сабақтағы үй жұмысын пысықтап алайық. Мына жерде кофе таяқшалары берілген, сол таяқшадан алып, әрқайсысы өздерінің үй жұмысына байланысты сұрақтар. Маған берілгені ол грамматикалық кідіріс. Грамматикалық кідіріс дегеніміз мәтінде сөздердің арасында тыныс белгісі де болмаса, сөз бен сөздің, сөз тіркестердің арасында кейбір кезде кідіріс жасалады. Келесі. Қазақ тілінің сөз қоры өте бай, және де қазақ тілінде жаңадан қосылған сөз. қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап етеді. Мамандық таңдау, тағдырыңды таңдау деген. Қиынғы өмірде өкінбейтіндей. Осы тыңдалым мәтіні бойынша топтық жұмыс жасайсыңдар. Әр топтың өзінің тапсырмасы бар. Өздерінің тапсырмаларды қолданып
Мамандық таңдауды таңдау. Мамандық таңдауда себебі ол сенің өмірдегі екінші майталман маман болу үшін не керек? Майталман маман болу үшін сол іспен өмір бақи айналысып, жеткілікті тәжірибе алып. отырып біз өз болашағымызды жол ашамыз. Болашағымызды Топпен жұмыс жасап болды. Енді жеке жұмыс бұл жерде дәптерді ашып, әрқайсысы туралы болжам жасап, мәтін құрастырасыздар. Менің таңдаған мамандығым тіс дәрігері, әкемнің жұмысына қарадым, ұнады да сол жолмен Мен болашақ мамандықтан IT саласын таңдаймын, өйткені ол менің сүйікті сабақтарыммен. Ал енді осы сабаққа байланысты бүгінгі сабақтан алған әсерлерді кері байланыстырып, пайдалы үш нәрсе тәсіл арқылы өздерінің қай ақпарат пайдалы болды, негізінен бүгін сабақ менен пайдалы болды. Сендер келіп нарғана ағашынан жақсы нәтиже болады.